Жылқының қарын қартасын тазалау сіздерге оңай бір әдісті көрсетемін. Қараңыздар, дәл видеодағыдай тап-таза және иісін алып түсетін оп-оңай бір әдіс. Каналға қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Инка Максовна. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Міне соғымнан қалған қарын қарта, бұл оңынан аударылып тұр. Осы жердегі артық бездерді қазір біз алып тазалаймыз. Ең оңай әдісі тақтайшаға қойып, пышақпен оны кесіп алып тастаймыз. Қарынның ішкі жағынан осындай пленка болады. Міне сіздерге көрсетіп тұрмын. Осы пленканы бізде бездер жабысып тұрады. Оны пышақпен кесіп алып тастау керек. Егер де сізге видео ұнап жатса, міндетті түрде каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Каналда 100-ден астам рецепттер бар, соларды жіберіп алмай көресіз. Енді қартаның ішінде де осындай маймен бірге бездер бар екен. Бұл өте ұсақ көп бездер болғаннан кейін мен осылай пышақтың шетімен кесіп, толығынан қолмен жұлып алып тастаймын. Міне біздің қарта таза болды. Тазалаған өте оңай. Міне қарындадағы бүкіл бездерді тазалап алып тастадық. Бізде үлкен бір осындай сорпаның кесесімен бездер шықты. Ары қарай қарын қартаны жақсылап суға салып жайып аламыз. Осы әдісті суымыз тазалағанша бірнеше рет қайталаймыз. Қарын қартаның өзінің ерекше жағымсыз бір иісі болады. Оны пісірген кезде жалғыз өзін пісірсеңіз, етіңіздің тағамына иісі сіңбейді. Сол үшін әрқашанда жеке қартаны ассаңыз болады. Міне ішіндегі барлық бездерін алып, жуып шайып, терісінен аударамыз. Теріс жағын аударған кезде олда сап-сары осындай сірне болады. Сол үшін сіздерге осыны сірнені кетіретін бір әдісін көрсетемін. Барлығын жақсырап аударып алғаннан кейін тағы да жылы суға бірнеше рет қолмен осылай дәл видеодағыдай уқалап жуамыз. Одан кейін ас тұзынан бір уыс немесе екі уыс көбірек салсаңыз болады. Ең басты біздің құпиямыз бұл сода. Соданы көп бір немесе екі уыс салып, дәл видеодағыдай жақсылап тұрып, осылай ысқылап, бетіндегі сірнесін кетіреміз. Ол қолда тұрмайтын сырғанап тұрады. Осы тұз бен содада кемінде жарты сағатқа қалдырамыз. Қалауыңыз болса түнгіге қалдырсаңыз болады. Салқын жерге қойыңыз, міндетті түрде иісі шығып кетпеу үшін. Жақсылап жуғаннан кейін суын төгіп, қайтадан жылы су құйып, біздің қарын қартамызға тағы да сода мен тұз салып, дәл осы әдісті қайталаймыз. 2-3 рет қайталағаннан кейін біздің қарнымыздағы бетіндегі сырғанақ сірнесі кетеді. Сода мен тұз осы қарын қартаның бетіндегі сірнені ыдыратып, бәрін сылып түседі. Қараңыздар, дәл видеодағыдай тап-таза және оңайынан тазаланып шықты. Суымыңыздың өзі қандай тап-таза болып шықты. Әрине бұл иісін де кетіреді. Сода бізде өте үлкен көмекші болып табылады. Енді қарын қартаны маринаттаймыз. Ол үшін бір құпия әдіс. Салқын суға салып, бір бұрқ етіп қайнатып аламыз. Бетіне осылай көбік шыға бастаған кезде біздің қарын қарта жиырылады. Оны судан шығарып аламыз да, міндетті түрде суытамыз. Қарын қартаны осылай суға салып, бір бұрқ еткізіп жиырған кезде оның құрылымы өзгереді. Сол кезде оған маринад жасасаңыз, ол сіңімді болады. Міне бізге керек заттар, ол сарымсақ, 2 немесе 3 бас сарымсақ алсаңыз болады. Мен 2 сарымсақ басты қолдандым. Оны үгіштен жақсылап өткізіп аламыз да, дәміне қарай міндетті түрде 2 шай қасық қара бұрыш және 2 ас қасық тұз қостым. Барлығын жақсылап езгілеп, дәл видеодағыдай осындай масса шығарып аламыз. Енді біздің суыған қарын қартаны алып, оған осы маринадты жақсылап қолмен үйкелеп жағып шығамыз. Мен қарынды 2-ге бөліп алдым. Оны қазанға салып асқанда оңай болатындай, сиятындай. Осылай 2-ге бөлдім де жақсылап тұрып жағып шықтым. Сыртына және міндетті түрде де дәмі керемет болу үшін ішіне де ысқылап шықсаңыз болады. Бұл қарын қартаның мүлдем иісі шықпайды. Біздің жаңағы әдісіміз иісімен сыртын тазалап бәрін сылып түседі. Қарын қартадан неше түрлі қазақтың тағамдары дайындалады. Құр осы күйінде асып дастарханға етпен, тіл және қазы қартамен бірге сұнсаңыз болады. Одан кейін қарынның ішіне күріш салып қарын бүрме деген тағам жасасаңыз болады.
өте дәмді және керемет болып шығады. Енді осыны бір тәулікке немесе жарты күнге тоңазғышқа салып қоямыз, маринаты өзіне сіңуі үшін. Жарты күнге қойып қойдым, кеш батқанда шығардым. Қараңыздар, өзінің маринаты өзіне сіңген, нағыз соғымның иісі шығып тұр. Сарымсақ пен тұздың, қарабұрыштың иісі мүңк етіп тұр. Қарын қартаның өзінің жағымсыз иісі жоқ. Түбінде кішкене суы шыққан, ол тұздың әсерінен. Енді осының барлығын мен қыста кейін қолданамын, сол үшін осындай салафанға немесе контейнерға салып қоямын. Егер де сізге видео ұнап жатса, міндетті түрде каналға тіркеліп, астына пікір қалдырып кетіңіз. Маған бұл өте маңызды. Еңбегімді бағалауға ұмытпаңыздар. Міне біз мақсатымызға жеттік. Қазақтың сүйіп жейтін тағамы қарын қарта дастарханға ұсынсаңыз болады. Енді осыны мен тоңазытқышқа салып сақтап қоямын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Инка Максовна.